Мен өмір бойы орысша оқыған адаммын. Осы кез келгенше орысша оқыған адаммын. Бірақ сол кішкене кешігіп келсе де мінекей рухым оянып, өзім ішіндегі мынау тарих оқып, алаштарымыз қаншама қырылды осы біздің қазақ еліміз үшін, тіліміз үшін. Бірақ әлі күнге дейін мынау манкүрттеніп кеткен адамдар оны түсінбейді. Өкінішке орай. Иә, мынау саясатпен қазір көп нәрсені тілге бұрып жүре береді. Әдейі біздің басымызды басқа проблемадан бұрып, тілмен қырылыса берсінші осылар деп. Өйткені ол тілмен қырылысу деген ол ең астында тұрған нәрсе. Тілмен қырылысу деген, шын айтайын сіздерге, ең маңыздысы мынау экономикамызда жатыр. Сол қазақ елі өзімізді сыйлайық. Біріншіден өзімізді сыйласақ қана біз үлкен дәрежелерге жетеміз. Қай жерде көрдіңдер? Өз тілін ғана біліп дамымаған мынау оңтүстік Кореяны қараңыздар. Оңтүстік Кореяны өз тілінде ғана сөйлейді, ағылшын сөйлейді. Қалай дамып жатыр? Жапонды қараңыздар. Жапонда солай. Америкада солай. Ол неше түрлі тілде сөйлесе де, бірақ официальный оларда ағылшын тіл болады да, ғылыми болсын, ресми жерде болсын, бүкілі ағылшын сөйлейді. Англия болсын, солай сөйлейді. Франция болсын, мен айтып жатқаным бар ғой, мынандай мировой жерде экономикасымен алдыға шыққан мемлекеттерді айтып жатырмын мен сіздерге. Анандай постсоветский артта қалып қойған оларды айтып жатқаным жоқ. Сол мінекей өте маңыздысы қазір біздің білім болса қазақ елі алдыға басамыз. Бәрі білімде ғана тұр. Өйткені мынау алданбаңыздар, сіздерді қазір неше түрліге бұрып жүре береді. Андай мындай нәрселерге әдей тілінесін тыға салады, сосын әрбіреудің айырылғанын тыға салады, өсектерді тыға салады. Болды, сонымен адамдар жүреді. Нелері қалай еді, өз сыни ойларын қоса алмайды да. Көбінесе сыни ой ол негізі өте керек, маңызды нәрсе. Сыни ойларыңыз болса ешкімге алданбайсыздар. Сол мен айтарым.